сәлеметсіздер ме? Қарағанды қаласы номері 32-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батықова Ақерке Илқұттықызы. Жаратылыстану пәні 4-ші сынып. Балалар, бүгін жер және ғарыш деген жаңа бөлімге келдік. Сабақ тақырыбы жер ғаламшары қандай? Карта бойынша жер бетінде не бар екенін сипатта. Құрлықтар мен мұхиттарды ата. Жер бетіндегі жан-жағынан су қоршап жатқан құрлықтар материктер деп аталады. Ал құрлықтарды бір-бірімен жалғап жатқан ұшы-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атайды. Құрлық 6 материкке бөлінеді. Антарктида 14 миллион километр квадрат. Австралия, оның ауданы 8 миллион километр квадрат. Африка, оның ауданы 30 миллион километр квадрат. Еуразия, оның ауданы 54 миллион километр квадрат. Оңтүстік Америка, оның ауданы 18 миллион километр квадрат. Солтүстік Америка, оның ауданы 24 миллион километр квадрат. Ал енді балалар, осы берілген ақпараттың көмегімен материктерді ауданның кеңу ретінде қарай орналастыр. Ауданы жағынан ең үлкен материкті жаз. Қай материк бәрінен кіші? Біздің еліміз қай материкте орналасқан? Дәптерімізге осы тапсырманы орындайық. Материк жан-жағынан су қоршап тұрған үлкен құрлық жер. Жер бетінде 6 материк бар. Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида, Австралия. Жер бетіндегі су 4 мұхитқа бөлінеді. Оларға Тынық, Атлант, Үнді және Солтүстік мұзды мұхиттар жатады. Ең үлкен мұхит Тынық мұхиты. Ең кіші мұхит Солтүстік мұзды мұхит. Аты айтып тұрғандай, бұл мұхиттың бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Мұхит астында таулар мен терең шұңғымалар бар. Мұхиттарда цунами тудыратын жер сілкіністері де болып тұрады. Алдыңғы мәтін бойынша 3 сұрақ-жауап құрастыр. Жаңағы оқыған мына мәтін бойынша балалар дәптерімізге 3 сұрақ-жауап құрастырамыз. Сен білесің бе? Материктің атауы олардың орналасу аймағын көрсетеді. Мысалы, Еуразия материгі Еуропа және Азия деген 2 дүние бөлігінің бірігуінен тұрады. Ежелгі финикия тілінде аударғанда Еуропа сөзі батыс, Азия сөзі шығыс деген мағына береді. Ол Еуропаның батыстан шығысқа қарай созылып жатқанын білдіреді. Ал Австралия деген сөз оңтүстік деген мағына береді. Себебі ол оңтүстік жарты шарда орналасқан. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ бойынша кері байланыс жүргізейік. Дәптердің соңына білім шыны әдісі арқылы өзің сабақты қай деңгейде түсіндің, соны жазып қой. Назарларыңызға рахмет.